Эй бро, қалдарың қалай? Сендерді бәрі жақсы деген ойдамын. Бүгінгі видеода сендерге топ 5 ютуберлік кеңесімді беремін. Біріншіден, сен егер летсплейщик болсаң, онда саған бандикам немесе фрапс программасын орнатуыңды сұраймын. Ал ол программалар сенің ойын сүретін видеоңды жақсы сапада түсіреді. Екіншіден, сенде жақсы микрофон немесе жақсы наушниктің микрофоны болса болды. Сапасы жақсы болса болды достар. Үшінші, сен қандай ойын сүресің, соны бәрін анықтап ал. Оған жақсы контенттегі идеялар құруың қажет. Төртінші, сен видеоңды монтаждауыңды сұраймын. Әрине ол монтажсыз видео бола ма достар? Монтажсыз видео білмеймін достар. ютубта 1-2 видео қарап алсаң болады, және де үйреніп ал. Монтаждауды оңай достар. Бесінші, превью. Ол превью деген ол видеоның бетінде тұратын обложка. Адам қызығарлықтай жасасаң өте керемет болар еді. Достар, осы топ 5 ютуберлік кеңесімді бердім деген ойдамын. Осы бесеуінде сақтасаңыздар, керемет ютубер шығады сіздерден. Ең бастысы видеоң сапалы болу керек, және де превьюді сочный қылдырып, кәдімгідей өте керемет етіп, адам қызығарлықтай қазіргі ютуберлер қолданып жүргендей сондай етіп жасасаң өте керемет болады. Ең бастысы видеоң сапалы болу керек, достар. Превьюді фотошоппен жасайсың, ал монтажды Vegas 14, Vegas анау-мынау солардан жасауға болады. Әртүрлі программалар бар қазіргі уақытта, өте керемет достар. Бүгінгі видеода сендерге осы топ 5 нені айттым деген ойдамын. Алда уақытта күтіңіздер, матадан тағы да CSGO, тағы да ойындардан видео түсіретін боламын. Әзірше осындай подкасттарды түсіріп тұрамын сіздерге. Әзірге менде қаражат жоқ, мышка алуға және де жақсы бір микрофон алуға қаражат жетпей тұр. Алда уақытта көріңіздер, осындай подкастты түсіріп тұратын болам сіздерге жақын болу үшін. Ал давайте достар, лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, жаңадан келген көрермендерім болса, давайте достар, аман сау болыңыздар.